Отырыңдар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы Ақтанберді жыраудың күлдір кісінетіп толғау өтеміз. Біз өткен сабақта Ақтанберді жыраудың өмірімен таныстық, сосын шығармашылығымен таныстығы. Ал енді біздің бүгінгі оқу мақсатымыз балалар әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу, бағалау критерийіміз әдеби шығарманың идеясы мен пафосының ұлттық ерекшелігін көрсетеді. Біздің оқу мақсатымыз осындай. Балалар осы оқу мақсаты үшін жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді үй тапсырмасын пысықтау үшін мен сендерге мынандай телефонға SMS әдісі бойынша телефондар таратып беремін. Осы телефон ретінде сендерге SMS келген екен, осы сұрақтарға жауап береміз. Ал телефонымызға, бәріміздің телефонымызға SMS сұрақтар келген екен балалар, Ал сол сұрақтарға жауап береміз. Ал балаусаның SMS-іне қандай сұрақтар келген екен? Бірінші сұрақ. Жыршы дегеніміз не? Жыршы дегеніміз жырда көп білетін, оны елге тарататын жырауды жыршы деп атаймыз. Жыршы деп атаймыз елге. Ал екінші, тағы да кімнің SMS келген? Ал Әліби. Ақтанберді жырау туралы деректер қай шығармаларда кездеседі? Ақтанберді жырау туралы деректер Тауарих Хамса еңбегінде және де Дулат Бабатайұлының Ереспенбет шығармасында оның қартайған кезі көрсетіледі. Ереспенбет дастанында бар, Ал жарайсың Әліби. Ал тағы да кім айтады? Ал Әлен. Ақтанбердінің ата-анасы кім? Ақтанбердінің әкесінің аты Сары, анасының аты Сарбике. Сырбике, Сарбике. Жарайсың Әлен. Әкежан тағы жауап. Ақтанберді жырау өлеңдерінде нені суреттейді? Ақтанберді жырау өлеңдер толғауларында ол сөздері насихатқа толы, ақыл-нақылға толы адам баласын тек алға жетелейтін өлең шумақтарын қосады. Және де ол Ақтанберді жырау ағайынның тату болуы және қандай қиындық болмасын бірлік болу үшін айтады, өсиет етеді. Тамаша, отыра ғой, Әкежан, ал салтанат айтамын дейді. Бірінші, жыраулар поэзиясы қай ғасырда дамыды? Жыраулар поэзиясы 18-17 ғасырларда дамыды. Толғау дегеніміз не? Толғау дегеніміз ол өмір тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма. Тамаша, отыра ғой, салтанат, ал тағы да кім айтады? Әли. Қандай жыршыларды білесіңдер? Ақтанберді жырау, Шалкиіз жырау. Тағы да қандай жауап береміз? Біржан Салуға ақын, Салсерлері. Тағы да қандай жаулар білеміз? Үмбетей жырау, Бұқа жырау, отыра ғой. Жақсы, Әліби. Ал Айдан айтам дейді. Ақтанберді жыраудың шығармашылығы туралы не айтар едім? Ақтанберді жыраудың балаларына өсиет шығармасы бар, күлдір кісінетіп шығармасы бар. Балаларына өсиет шығармасында ағайын тату болса деп қалайды. Ал күлдір кісінетіп толғауында жырау өзінің арманын айтады, баяндайды. Ал енді тамаша жауап қайтарды бізге Айдана. Ал енді Айгерім айтады. Дұрыс, отыра ғой, тамаша. Ал бізде енді кім қалды? Айсана қалды. Толғаудың тақырыбы туралы не айтасың? Толғауда батыр болсам деп армандайды. Қалмақтың әлпештеген ханшасын алсам деп армандайды. Көп жанды жиып, өз алдына ел қылып деп армандайды. Ал балалар, бәріміз тақтаға назар аударайық, интернет тақтаға. Біз Ақтанберді жыраудың күлдір кісінетіп толғауын тыңдайтын боламыз. Мұқият тыңдаймыз, өлеңге назар аударайық, толғауға. Кітаптардың нұсқасымен салыстырып отырайық,
Sanat sanın altına yetirin
дайындап жіберген екен бізге, иә. Ал балалар осы видеода не тамашалады, қарады? Нені байқауға болады балалар? Идеясын көрінді ма осы толғаудың идеясы? Қалай ма көрінді бізге балалар? Қалай пайымдасақ болады идеясын? Ұлттық пафосымыз көріне ма? Ал айта ғой. Бұл шығарманың идеясы, яғни сол кездегі 18 ғасырда жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақтардың бірыңғай жабылып күресуі, жан аямай шайқасуы сол бар. Жан аямай шайқасуы дейсің, иә? Ал тағы да тамаша ойын айтты. Тағы да ой қосатын оқушылар бар ма? Не көрініс табады? Ал балауса. Жырауда жырлап отырған ақынның жыраудың өзінің оқуға қайтпас қайсарлығы, алдына қойған мақсаттары айқын аңғарылады. Ол жырау елдің басына күн туса көмектесуге құштар болған елін мақтан етеді. Ал тағы да ой қосатын оқушы бар ма? Болды па? Ал енді балалар идеясы айтты, Әліби өз ойын, балауса өз ойын айтты. Енді идеясын бәріміз бірге талдау үшін мен сіздерге Блиц-турнир әдісі бойынша тапсырмалар әзірледім. Толғаудың бөліктерін пайдаланып, мына сұрақтарға жауап береміз. Осы сұрақтарға жауап берсек, идеясын ашуға мүмкіндік аламыз балалар. Толғаудан үзінді келтірілген, сол үзінді бойынша сөздің мағынасын сұрайды, сұрақ қояды бізге. Ал өлеңді оқыған кезде мұқият оқуға тырысайық, мәнерлеп. Ал кім бастайды? Дайындалайық. Дайынбыз ба? Ал дайын оқушылар бар ма арамызда балалар? Толғаудың басы кімде? Күлдір кісінетіп басталатын толғаудың басы кімде? Ал Аяжан бастайды. Күлдір кісінетіп күреңді мінер екенбіз, күдері дем балтағып қамқапты керін екенбіз деген өлең шумағындағы күдері қамқап сөздің мағынасы қандай? Күдері сөзі әбден иек қанған жұмсартылған тері болса, ал қамқап сөзі қама терісінен тігілген бағалы ішік. Берілген шумақта не туралы айтылып тұр деген сөз жыраудың өзі қалаған арман, сонымен қатар бағалы заттарды армандағаны жөнінде айтылады. Ал тағы да кім айтады? Кім айтады? Ал Әкежан айтам дейді. Құлақты тауға қол салып, садақтың оғын мол салып, бетбақтың емір шөлінен төтеліп жүріп жол салып, қолды бір бастарма екеміз. Бірінші сұрақ, құлаты сөзінің мағынасы қандай? Құлаты сөзінің мағынасы тың, соны бұрында ешкімнің қолы жетпеген деген мағынаны. Ал Екінші сұраққа. Екінші сұраққа егерім жауап бермейді. Тамаша, жарайсың. Шумақта жырау қай қырынан көрінеді? Менің ойымша шумақта жырау садақты қолдарына алып өздеріне шабуыл жасаған жоңғар шапқыншылығын қыру және оларды жеңу. Батырлық қырмен көрінеді жырау. Ал тағы да кім дайын екен? Айсана. Өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, төпілдеп ошақ қаздырып, төбен бие сойғызып, төменде бидің кеңесін біз де бір құрар екенбіз. Төскей сөзінің мағынасы қандай деп ойлайсың? Төскей деген сөздің мағынасы тау баурайы деген мағына. Тамаша. Көкорай көктем болғанда дауысы бар азандай, желіні бар қазандай, жаралы қудың ыңырантып, жарылған мұздай күңірентіп, қайрауықтың ащы күйін үйді. Ақын нені суреттейді деді? Бұл жерде ақын түйені суреттейді деп ойлайды. Түйені суреттейді деп ойлайды. Төрт түлік малы суреттеп жатыр. Ал Төскейде кеңес топтанып, жақсылар үйде баптанып, нөкерлер жүрсе сап түзеп қос-қосымен шаттанып, қиуадан ақыл алатын, қияннан айла табатын, ерлерден салсам нөкерді, дұшпаннан кекті алатын.
лирикалық кейіпкер жас жігіт нені армандайды? Бұл жерде біздің кейіпкеріміз, яғни Ақтанберді жырау өзі батыр болып, оның жәнінде нөкерлі және де батыр нөкерлері жүргенін армандайды. Ақылды, айлалы нөкерлері болған армандайды. Абайда бар емес па? Абайда қандай жол бар? Қиюадан шауып, қисынын тауып дегене, тағына жетіп қайырған деген Абайда да бар. Ал тағы кім айтады? Кім қалды бізде? Ал балауса. Майданда дабыл қақтырып, ерлердің жолын аштырып, атасы басқа қалмақты жұртына шауып бостырып, түйедегі нашасын, әлпеш деген ханшасын, ат артына мінгізіп, тегін бір олжа қылар мекенбіз. Майданда дабыл қақтырып деген тіркесті қалай түсінесің? Берілген шумақта қандай ой айтылып тұр? Бұл өлең шумақтарында қазақта қоныстағы қалмақтарды жұртына шауып бостырып өз еліне қайтарсақ дейді. Қалмақтың әлпеш деген ханшасын ат артынан мінгізіп тегін бір олжа қылар мекенбіз. Бұл жерде ерлердің қайтпас қайсарлығы алдына қойған мақсаттарын орындағанын көре аламыз. Алдына қойған мақсаты жеңу, жауды. Ал тағы да кімде бар? Айдана айтам дейді. Өзім бір бөлек жайласам, жігіттен нөкер сайласам, ойпан жерге оңатау, қыран жерге қырық шатыр тігіп, қонағымды жайласам. Осы шумақта қазақтың қандай ұлттық қасиеті көрініс табады? Бұл жерде қазақтың қонақжайлылығы көрініс табады деп ойлаймын. Қонақжайлылығын көрініс табады. Тамаша, жарайсың. Ал тағы да кім бар? Болып па, бәрін жауап ет қой. Бірінші турниріміз өте сәтті шықты деп ойлаймын, балалар. Рахмет. Ал екінші тапсырма. Назар аударайық. Күлдір кісінетіп толғауын ұлттық мүдде тұрғысынан ашуға тырысыңыз дейді. Дескриптор шығарма идеясын анықтайды, ұлттық мүдде тұрғысынан ашып жазады, ойын жеткізеді. Ал дәптерге талдаймыз ба бәріміз? Екі шумақты жазайық дәптерімізге, бір шумақтан жазып, бәріміз талдап шығар дәптерімізге. Кімде қандай дайын оқушылар болса айтуға болады өз ойын. Әлібек талдап болыпты. Мен бұл күлдір кісінен толғанда осы үзіндісінен екі шумақта да идеясын ашады деп ойлаймын. Себебі сол кезде жаугершілік заман болды. Яғни ол кезде барлығы мықты ат және атының қару сайманын өзінің мықты болған қабат. Яғни сол жаугершілік заманда біз тарихтан оқығанбыз. Сол кезде бидің кеңестері, яғни өздері бытырап кеткен қазақтар бір тудың астына жинау бойынша олар өздерінің жиналыстарын өткізіп отырған. Сол себепті екеуі идеясын анықтайды деп ойлаймын. Идеясын ашады, ұлттық мүдде тұрғысынан танытады, ал айта Аяжан. Мен бұл күлдір кісінен толғауындағы төскеде орда орнатып, төрткілде ошақ қаздырып, төбе бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекенбіз деген өлең шумағын алдым. Себебі бұл жерден барлық халықтың басын қосып, өздерінің ақыл кеңесін жасамақшы болғаны, сонымен қатар ұлттық құндылық көрінеді. Ұлттық құндылық көрінеді. Әкежан айта ғой. Мен бұл бөлек толғаудан мына шумақты алдым. Күлдір кісінетіп, күренді мінер мекенбіз, күдерден бау тағып, қамқапты киер мекенбіз. Бұл шумақта бұл жерде ақын күрен атқа мініп, қолды бір бастарма екенбіз деп батырлық, бірлік, жаугершілік жайлы суреттеп отыр. Жарайсың Әкежан. Әдемі ой айтты Әкежан. Ал тағы айтып айтқысы келеді. Балауса. Бұл жердегі екі шумақта да күлдір кісінетіп толғауының ұлттық мүддесі айқын көрініп тұр. Бұл жерде қазақтың азаматтығымен өз мүддесіне биік қойған азамат екенін танытады. Толғауда жыраудың өр рухы, қайтпас қайсарлығы, алдына қойған мақсаттары айқын аңғарылады. Сонымен қатар ел іргесінің берік болу үшін жауға қарсы атқа қонғаны да айтылып тұр. Жарайсың. Ал тағы да кім айтқысы келеді өз ойын? Салтанат. Бұл күлдір кісінетіп толғауын ұлттық мүдде тұрғысынан қарайтын болсақ, күлдір кісінетіп күреңді мінер мекенбіз,
күдер дем баутағып қамқапты киер мекенбіз деген жолдарда біз Ақтамберді жыраудың күлдір-күлдір кісінетіп күрең атты мінгісі келгенін байқаймыз. Ал одан кейін күдер дем баутағып бағалы киім кигісі келгенін байқай аламыз. Күдері деген не жаңа балалар? Күдері деген әбден иған жұмсартылған тері. Иған тері, иә? Ал тағы да кім айтады? Үшінші қатардан кім айтады? Өз ойын. Ал Айдана. Өзенде бие байлатып, төскейге орда орнатып, төрткілде бошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекенбіз деген өлең жолдарында ақын өзінің мүддесін елдің мүддесіне биік қойғанын көрсетеді. Сондай-ақ ол ақын өзінің арманын осы өлең жолдардан анық жеткізіп отырғанын байқаймыз. Ақын арманын жеткізіп отыр деп ойлайды. Айдана, тамаша жауап. Ал тағы да айтатын бар ма оқушы? Нұржас, сен маған сөйлеген жоқсың, иә, білесің ба? Сен айтасың, айтшы. Бұл екі шумақта мен мына шумақтандарын өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, төркілде бошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде құрар ма екенбіз. Бұл жерде төскейге орда орнатып, бошақ қаздырып, барлығы биелер жиналып, биелер кеңестерін құрғысы келген айтылуда. Ұлттық мүддеміз байқалады. Қайғырына байқалады осы ұлттық мүддеміз. Не үшін жиналып отыр ол? Билер өзінің жауларына қарсы кеңес құрғысы келіп отыр. Бір туасына бірігіп, жауға қарсы аттанайық деп отыр, е? Отыра ғой. Ал тамаша тағы да кім бар? Ойын айтады. Ал Айсана. Күлдір-күлдір кісінетіп, күреңді мінер мекенбіз, күдер дем баутағып қамқапты киер мекенбіз, өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, төркілде бошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекенбіз. Мен бұл тармақты таңдаған себебім мұнда салт-дәстүр айқын көрсетілген, және бұл толғау бізге салт-дәстүрді жоғалтпауға тәрбиесін үйретеді. Бүгінгі ауызбіршілікке үйретеді. Енді балалар келесі тапсырмам сіздерге, мына жерде айтқым сіздерге, жырды толғауды тыңдаған кезде сіздерге суреттерге баса назар аударып отырыңдар дедім, иә? Қазір бір суреттен таратып берем. Осы оқулықты жауып қойыңызшы бәріміз. Ойымызда қалған бойынша айтайықшы, болмаса. Мынау екі суретке екеуін біргесіңдер. Әли, Бағдәулет. Ал екі суретке екеуін бірге алыңдар. Ойланайық, суретке байланысты қараңдар. Берілген суреттерге сәйкес өлең шумақтарын табыңыз. Дескрипторымыз суреттер бойынша жырдан дәлелдемелер келтіреміз. Ұлттық мүдде тұрғысынан ашуға тырысамыз. Және біз екі шумақты ғана ұлттық мүддесінің тұрғысынан ашып көрдік, енді қалған шумақтарға да назар аударамыз. Ойымызда қалды ма тыңдағаннан? Толғаудан үзінділер? Қалды, иә? Қалмау мүмкін емес, иә? Ақтамберді жыраудың толғауы. Бекболат Тілеухан өте тамаша орындады. Сурет түсіп отырал. Бұл жырда жаңа Бекболат Тілеухан орындауындағы көрген кезде бұл шекте қуаты тауға қол салып, садақтың оғын мол салып, бетбақтың ембір шөлінен төтелеп жүріп жол салып, қолды бір бастар мекенбіз деген өлең шумақтары осыған сәйкес Дәлел болады. Ал, жарайсың. Дәл тапты деп ойлаймын, Әлби. Ал, тағы кім айтады? Әкежан. Мен мына суретті төрткілде бошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрарма екенбіз деген өлең шумағын келтіріп отырмыз. Себебі бұл жерде барлық хандар билер бірігіп кеңес құрып отыр деп ойлаймын. Тамаша, жарайсың. Ал. Бұл суретте Бекболат Тілеуханның өлең жырына қарап отырсам,
майданға дабыл қақтырып, ерлердің жолын аштырып, атасы басқа қалмақты жұртына шауып бостырып деген өлең шумақтарына сәйкес келіп отыр. Ол жерде майданға шыққан адамдар бейнесі және жылқылардың бейнесін көріп тұрмыз. Өте тамаша жауап. Ал тағы да кім? Салтанат айтқысы келіп отыр. Бұл суретте күдір кісінетіп, күреңді мінер мекенбіз. Күдер еден баудағы қақпақты киер мекенбіз деген жолдар сәйкес келеді деп ойлаймын. Себебі бұл жолдарда Ақтамберді жыраудың үстіндегі киіміне қарасақ, бағалы киімге ұқсайды, және де оның астындағы тұлпары күрең ат. Күрең ат, иә? Жырдан тура дәлел тапты деп ойлаймын, Салтанатты. Ал тағы дайын оқушылар бар ма? Ал Айгерім. Майданға дабыл қақтырып, ерлердің жолын аштырып деген өлең жолдар керек деп ойлаймын. Себебі бұл жерде майдандағы ерлер және хан төрелер ұрысқа шығып жатқан. Су шашапин не болады? Ойын айтатын оқушы бар ма? Сурет бойынша. Сіздерде екі сурет берілген, ә? Бұл тоғырда мен айту себебім өзіңге бие байлатып, төскеге орда орнатып, төрткілдеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төбенде бидің кенесін бізде құрады мекеміз. Осы толғаумен сәйкес келеді деп ойлаймын. Өзің ойым. мына жерде сол шумақ дәлел бола алады, жерде саған, отыра ғой. Тамаша. Тағы айтатын оқушы бар ма? Ал Аяжан айтады. Күдір кісінетіп толғауындағы бегілердің қызын айттырсам, нұсқасын біліп шамалап, көңілімді қош салып, ұзатып алсам сәлменен деген өлең жолдарына нақты дәлел бола алады. Толғаудан дәлел бола алады. Тамаша. Тура тапты деп ойлаймын. Ал тағы да кім қалды? Бұл сурет түйе деген ақшасын, әрпес деген қаншасын арт артынан мінгізіп, деген бір олжа қылар мекеміз деген өлең шумақтарына сәйкес келеді. Яғни қалмақты жеңгеннен кейін қалмақтың қызын олжа қылып әкетіп бара жатқан батырды көруге болады, суреттен. Ал тағы да Айсан айта ғой. Бұл суретте бала берсе тезінен, пілердің бітсе демінен, шілтенің тиіп шылауы артынан туса өзінен деген өлең шумақтарына сәйкес келеді. Яғни батыр ең соңында жауды жеңді, сұлу сүйді, ең соңында не болса, кім болса деп армандайды батыр. Өзінің ісін жалғастыратын балам болса екен деп армандайды, батыр. Ал бәріміз айттық қой, суреттер бойынша жұмыс жасадық қой. Ал келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жұптық жұмыс жасаймыз. Оқиға баспалдағы графикалық органайзерін пайдаланып отырып, ұлттық мүддені танытатын сөздер мен сөз тіркестерін жазамыз. Жұптық жұмыс жасаймыз. Бағанан бері жеке жұмыс жасадық, енді жұптық жұмыс жасаймыз. Нұржастың жұбы бүгін ауырып сабаққа келмегеннен Нұржас өзі жасайды жұмысты. Графикалық органайзер. Өздерінің кез келген органайзер түрінде пайдалансаңдар болады. Мен сіздерге парақтар атып беремін. Жұпта бірге жасаймыз. Ал қандай тіркестер дәлел бола алады дейсіңдер? Сөздер мен сөз тіркестерін қандай сөздер мен сөз тіркестер жақсы болады? Ал кім айтады? Біз оқиға баспалдағынан осындай сөздер енгіздік. Бірінші сатысына жаугершілік, ол кез жаугершілік жаман болғандықтан сол сөзді жаздық. Ал екіншісіне тегін олжа, үшіншісіне кеңес құру және олжа табу. Ал төртіншісіне күрең ат, күдері бау. Бұл салт дәстүрдегі ұлттық құндылықты дәріптейді. Ұлттық құндылықты көрсететін сөздер деп осылай ойлайсыңдар, отыра ғой. Тамаша, жақсы жұмыс жасадыңдар жұпта. Ал тағы да кім айтады?
органайзер дайын екен балалар. Ал балауса айтам дейді ал. Біз бұл графикалық органайзердің бірінші сатысына мына сөздерді жатқыза аламыз. Ел басқару, бірлік, кеңес құру, олжа құру. Ал екінші сатысына мына бір өлең жолдарын таңдадық. Төменде бидің кеңесін біз де бір құрам екенбіз. Үшінші сатысына кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жиып, өз алдына ел қылсам. Енді бұл жердегі қорытынды төртінші сатысына осындай берген дәулетті көтеріп тұра алар екенбіз. Дәулетті көтеріп тұра алар екенбіз деген алған екенсіңдер, ал Салтанат? Біз бұл графикалық органайзер әдісі бойынша біз осы батырларға керекті қару-жарақтарды салдық. Және де бұның ішіне біз Ақтанберді жыраудың батырлығын көрсететін тұстарды жаздық. Бұл сөздер қылады тауға қол салып, садақтың оғын мол салып, бетбақты енді шөлінен төтенер жүріп жол салып. Қонақ жайлылықты білдіретін тұстарға біз жігіттен нөкер сайласам, ойпан жерге он отам, қыран жерге 40 шатыр тегіп, қонағымды жайғасам деген жолдарды жаздық. Тамаша. Жақсы жұмыс жасадыңдар екеуін жүкті, ал Айғаным айтам дейдім. Біз графикалық органайзер пайдаланып, толғаудағы сөз тіркестерінен толғауда мысал келтірдік. Мысалы, кеңес құру. Төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрам екенбіз. Ал екінші топқа олжа табу, әлкеш деген қаншасын артынан мінгізіп, тегін бір олжа қылар екенбіз. Жақсы, тамаша. Ал кім айтады? Әкежан айта ғой. Төскейге орда орнатып, төрткілде ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін біз де бір құрар ма екенбіз деп, және де жігіттен нөкер сайласам, ойпан жерге 40 шатыр тігіп, қонағымды жайғасам деп, біздің елді батыр қонақжа екенімізді өлең шумақтарымен айтып жырлап отыр. Тамаша. Ал Нұржас айтсын şimdi. Нұржас қандай пікірлеріңіз? Ерлерден нөкер сайласам, дұшпаннан кекті алатын көкарай көктем болғанда, бегілердің қызын айтырсам, нұсқасын байқап шамалап, ұзатып салсам, сәнменен көңілді қош таптырып. Осында мен ұлттық мүддені танытатын сөз тіркесін жатқызам. Тамаша. Қарым қалып. Алима мен Айсан алды, е? Өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, төрткілде ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар екенбіз. Бұл үзінділер ұлттық мүддені таныта алады деп ойлаймын. Деп ойлайсың, оқушылардың көбі қай шумақтардан кездесіңдер? Төменде бидің кеңесін бізде бір құрар ма екенбіз деген таңдапсыңдар шумақты. Енді қара жұптық жұмыс жасаймыз. Ауызша айтсаңдар болады. Ақтанберді жыраудың күлдір кісінет толғауын тақырып мен идеясына талдау жасаймыз. Өзіндік пікір айтамыз, толғауын тақырып идеясы, жұптық пікір. Немесе екеуін жұпта бірге айтсаңдар болады. Ал ойламай, ауызша айтамыз. Бағанадан бері талдау жатыр балалар, е? Тақырыбын, идеясын. Толғаудың тақырыбы менің ойымша, яғни сол кезде жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақтар көп жыл бойы соғысқаннан кейін Ақтанберді жырау содан шаршап, осы құрғыр соғыстың тезірек біткенін қалап, содан кейінгі өмірінің жақсы болуын армандап деп ойлаймын. Ал идеясына? Ал идеясына сол соғыс кезіндегі, сол жаугершілік замандағы және содан кейінгі өмірі деп ойлаймын. Сол кезеңді көз алдымызға келтірді. Тағы да айтатын оқушы бар ма? Ал Салтанат. Өзімдік пікір, бұл толғаудың тақырыбы меніңше батырлық. Ал толғаудың идеясы болса, жыраудың қашанда елі жері қорғауға дайын екендігін көрсетіп. Жақсы. Ал пікір айттық қой бәріміз, енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Енді бүгін сабағымызды бекіту үшін сот талдау әдісіне жүгінеміз. Сот талдауда күшті жағы, Ақтанберді жыраудың күлді кісінет толғауының күшті жағы, әлсіз жағы, мүмкіндік, қауіп-қатер. Күшті жағы қайсы деп ойлайсыңдар? Қауіп-қатер. Қандай қауіп-қатер төнеді деп ойлайсыңдар? Қандай әлсіз жағы бар деп ойлайсыңдар? Мәтін. Ал
қайсысын айтасың сен? Күшті жағын айтады ал. Бұл Ақнамер жыраудың тудырқұйрықсіне тоғалдағы күшті жағы, яғни осы жырау, осы тоғал арқылы Ақтанберді жырау біздің патриоттық сезімге және елімізді қорғауға үйреткісі келеміз. Жарайсың, тамаша пікір. Ал тағы кім айтады? Қауіп қатер. Қауіп қатері туралы Ақтанберді жырау осыншама өлең жырларын батырлыққа және өшпес рухқа, жауына қарсы болуға тәрбиелейді. Енді бұл жердегі қауіп қатеріміз осы заманда өскелең ұрпақ осы жырды оқып талдай ала ма, және бұл болашақ ұрпақтарға соған жете ме деп ойлаймын. Менің ойымша қауіп қатер осы. Тамаша, тура тауып айттың деп ойлаймын. Балауса, сен қауіп қатерді тура болжап айттың. Ал тағы да оқушы бар ма? Енді әлсіз жағы қайсысы мүмкіндік? Әлсіз жағы. Қандай әлсіз жағы бар? Әлсіз жағы бар ма? Әлсіз жағын ойлап қос толғаудың. Неде деп ойлаймыз әлсіз жағы? Өзін бай болғанын қалады. Өзінің арманын алға қойды, тағы да бай болғанын қалады. Бірінші жауды жеңсем деді, екінші барып, одан кейін Нөкер сайласам деді. Одан кейін төрт түлігім сай болса екен, жақсы достарым болса екен деді. Одан кейін белгілердің қызын айттырып, бала сүйсем деді. Әлсіз жағы сол деп ойлайсың. Ал енді мүмкіндікке не айтар едіңдер? Толғауды айтасыңдар ма? Толғауды айтасыңдар ма? Ал Күлдіргісіне көремді мінер екенбіз, күлдеріне баудағы қамқапты киер екенбіз. Өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, төрткілде ошақ қаздырып, төбені бие сойғызып, төменде бидің кеңесін біздер бір құран екенбіз. Жарайсыңдар балалар, өлеңді жақсы меңгеріпсіздер. Енді бізге бүгін сабаққа аз қатысқан оқушылар бар ма бүгін сабақта? Бүгін кімнің сканет сұрақ берейік. Бір сұрақтар ішінде. Ал, екеуіне берейік. Әленге берейік. Бір сұраққа жауап береміз. Сұраққа жауап береміз. Жырау. Әлима қандай сұрақ келген? Ақтанберді жырау қай жылы дүниеге келді дейді. Әлима. Ақтанберді жырау 1360 жылы. Дұрыс па Әлиманың жауабы? 75 жылы дүниеге. Нұржас. Ақтанберді жыраудың әкесі мен анасының есімі қандай? Әкесінің есімі Сары, ал анасының есімі Сырбеке. Ал үшінші сұрақ. Әлемге қандай сұрақ келіпті? Қамқап сөзі қандай ұғымда біледі? Қамқап сөзі сауыт. Қамқап деген жауға шығуға арналған киім. Киім деп ойлайсың, е? Отыра ғой. Дұрыс. Ал балалар енді бүгінгі сабағымызды кері байланыс жасайық. Табыс сатысын алайық. Бәріміз табыс сатысында қандай биікке көтерілдік? Кән. Жаз жөлейік. Табыс сатысында қандай биікке көтерілдік біз? Кім не орындады? Сен табыс сатысының қай сатысына шықтың өзің? Бәрін білдің ба? Талдай алдың ба? Толғаудың идеясымен талдай алдық па? Ұлттық мүдде тұрғысынан талдай алдық па? Мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын. Кім өзін қай сатыға қойды? Әлби. Мен өзім үшінші сатыға қойдым, яғни мен жасай аламын. Мен бұл толғауды ұлттық құндылық мүддесінен талдап, идеясын және тақырыбын айтып, бәрін талдай аламын деп ойлаймын. Ал, Айыржан.
Мен де өзімді үшінші сатыға қоямын. Себебі мен бұл толғаудың тақырыбы мен идеясын сонымен қатар көркемдік ерекшелігіне де талдай аламын. Ал тағы да Әркежан. Мен де бүгін өзімді үшінші сатыға қойдым деп ойлаймын. Мен жасай аламын деген сатыға қойдым. Өйткені мен бәрін біле алдым деп ойлаймын. Мен өйткені бұл толғаудың тақырыбы мен идеясын жаздым. Және де бұл толғауды оқып жаттап алдым. Жаттап алдық, сабақта. Бір ауыз сөз айтайықшы бәріміз, ойымызды. Мен өзімді үшінші сатыға қойдым, себебі көркемдік ерекшелігін талдап өзімді жеттім. Жақсы, тамаша. Мен өзімді үшінші сатыға қойдым. Мен Ақтанберді жырау толғауының, яғни идеясын, тақырыбын насихаттайтын, заман көрінісі қай кезеңге тән екенін біліп, және оны қалай жасайтынын біле алдым. Салтанат айта ғой. Мен де өзімді осы үшінші сатыға қойдым, себебі мен Ақтанберді жырау жайлы оның өмірі мен шығармашылығын толық біле алдым. Өткен сабақтарда өмір мен шығармашылығын десек, бүгін күліп кісінет толғауын меңгердік. Мен де өзімді үшінші сатыға қойдым. Мен бұл толғауда тапсырмаларды жасай білдім. Барлық тапсырмаларды орындай алдым, Ал Айдана. Мен өзімді мен жасай аламын деген сатыға қойдым. Яғни үшінші саты мен бүгінгі сабақтан сөз тіркестері мен тақырып мен идеясын талдай аламын. Ал Әли айтады. Мен өзімді үшінші сатыға қойдым. Өйткені мен толғаудың идеясы мен тақырыбын талдай аламын. Ал Айсана айтады. Мен бүгінгі сабақта өзімді үшінші сатыға қойдым. Мен бұл сабақта тақырыбы мен ұлттық мүддесіне талдау жасай аламын. Әлима айтады өз ойын. Мен бұл сабақта өзімді үшінші сатыға қоямын. Себебі мен тақырыбы мен идеясын талдай аламын. Мен өзімді үшінші сатыға қоя аламын. Себебі мен сұрақтарға жауап бере аламын және тақырыбы мен идеяларын жауап жасай аламын. Ал балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысты деп ойлаймын бәрімізде. Толғауды, Ақтанберді жыраудың күлдік кісілер толғауын ұлттық мүдде тұрғысынан талдай білдік, идеясына талдай білдік. Енді бүгінгі сабаққа белсене қатысқандар үшін рахмет айтамын. Үй тапсырмасына күлдік кісінетіп толғауын үзінді жаттауға беремін. Қош сау болыңдар, сабақ аяқталды.